Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, жасалу жолы өте оңай ленивый голубцы дайындайтын боламыз, яғни жалқау голубцы дайындаймыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын, және каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарияға сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап қалдырамын. Ең алдымен бізге пияз, капуста, сәбізді осылай турап дайындап алдым. Және табаға май құйып, бірінші пиязды салып қуырдым. Одан соң үстіне теркадан өткізілген сәбізді салып, тағы да шамалы қуырдым. Шамалы бетін жауып қуырылғаннан соң үстіне туралған капустаны да салып қуырамыз. 3-4 минуттай бетін жауып қуырып аламыз. Бұл жерде біз ешқандай дәмдеуіш қоспаймыз. Енді кез келген фаршты аламыз. Менде сиырдың етінен жасалған фарш. Сол фарштың үстіне қуырылған көкөністерімізді салып, және шамалы күріш саламыз. Күрішті алдын ала пісірудің қажеті жоқ. Және дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш және паприка салдым. Дәміне қарай саламыз, жақсылап қолмен араластырамыз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Описание бөлімінде менде түрлі тағамдардың рецептері бар. Сонда кіріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Осындай таба алып, енді осы фарштан қолымыздың көмегімен әдемелеп котлеттер дайындаймыз. Және ыдысқа кезек-кезек барлығын қойып шығып, міне бізде барлығы дайын болды. Енді соус дайындайтын боламыз. Басқа ыдысқа 2 ас қасық қаймақ және 2 кішкентай қасықпен томат қосамыз, және тұз қосып, жылы су қосамыз. Венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалмағанша араластырамыз. Және соус қою болғанын қаласаңыз, салқын суға 2 ас қасық ұнды салып араластырып, оны соустың үстіне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы соусты енді котлеттеріміздің үстіне құямыз. Және 200 градуста қызып тұрған пеште 40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын, өте әдемі, өте дәмді шығады. Барлығы пісіп шықты. Котлетімізді қасына пюре қойып, болмаса макарон пісіріп қойып жесеңіздер өте керемет дәмді. Менің балаларыма да қатты ұнады, өзіме де қатты ұнады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.